Баршаңызға сәлем. Күнделікті тағамда пайдаланатын қарапайым картоптың адам ағзасына пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін ұмытпаңыз. Картоп сөзсіз үстелдегі ең танымал және құрметті көкөністердің бірі. Одан және оның қатысуымен керемет мөлшерде тағамдар дайындалады. Әрине, картоптың пайдасы мен зияны ұзақ жылдар бойы дәстүрлі медицинадан да, диетологтардан да зерттелді. Картоптың пайдалы қасиеттері. Картоптың үлкен пайдасы олардың керемет қоректік құндылығында. Бұл тамыр көкөніс көмірсуларға өте бай. Оның негізгісі крахмал. Сонымен қатар картопта көптеген ақуыздар мен минералды тұздар бар. Және олардың құрамында өсімдік тамырында кездесетін барлық амин қышқылдары бар. Сондай-ақ картопта С және Р дәрумендерінің едәуір мөлшері бар. Картоптың артықшылығы оның 300 граммында адам ағзасына арналған күнделікті дәрумендердің мөлшері бар. Сонымен қатар зерттеулер көрсеткендей, картоптың күнделікті тұтыну цинга ауруының алдын алады. Дәрігерлер картоптың пайдасы әртүрлі ауруларды емдеуге арналған тамаша өнім екенін айтады. Көптеген картоп тағамдары диеталық деп жүктеледі. Және гастрит, қант диабеті, артрит және ас қорыту жүйесінің бұзылуы сияқты ауруларға тағайындалады. Картоптың пайдасы оның құрамында көп мөлшерде талшықтың болуында екені белгілі. Талшық адамның ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады және организмнен әртүрлі токсиндерді белсенді түрде шығаруға ықпал етеді. Сонымен қатар талшық асқазан, ішек және ас қорыту жүйесінің басқа да компоненттерінің ауруларының алдын алуға өте маңызды рөл атқарады. Картоп жүрек-қан тамырлары аурулары бар адамдарға пайдалы. Картоптың артықшылықтары калий сияқты микроэлементтердің көп мөлшерінде. Оның жүрек жұмысына әсер етуіне байланысты. Сонымен қатар картопты пісірілген күйінде жеу ұсынылады. Өйткені оның құрамында калий көп сақталады және бұл қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сондай-ақ картоптың пайдасы оның қабығында да бар. Олардан түйнектер әдетте тазартылады, содан кейін лақтырылады. Қызықты факт: бұл қабықтың витамин мен минералды құрамға бай екендігі. Пилингте потенциалды арттыратын заттар бар екенін растайтын зерттеулер бар. Дәстүрлі емшілер шикі картоптың артықшылығы олардың терінің зақымдалған жерлерін емдеу үшін қолдану мүмкіндігінде деп санайды. Экземадан және күйіктен құтылу үшін оларға шикі картоп жағылады. Сонымен қатар картоптың пайдасы картоп шырынынан табылған. Бұл денеде қабынудың қарсы процестерді белсендіретін күшті агент. Сонымен қатар көп ұзамай зерттеулер картоп шырынының қатерлі ісікпен күресуге пайдалы екенін көрсетті. Суық тиюді емдеу үшін ингаляция пісірілген картоптан ыстық бу үстінде қолданылады. Ол үшін картопты қабығымен қайнатыңыз. Суды ағызып, будың үстімен дем алыңыз. Косметологияда картоптан жасалған маскалар беттегі ісікті кетіру үшін қолданылады. Картоп шырыны храмдардағы шаштың түсуін емдеудің бірі ретінде қолданылады. Бұл сүйікті тамыр көкөніс қаншалықты пайдалы болса да, картоптың зияны да әсер етуі мүмкін. Атап айтар болсақ, картопты сақтау кезінде бірте-бірте оның терісінің астында соланин деген күшті улану жиналады. Бұл зат, мысалы, ұрықтың ақауларын тудыруы мүмкін ең күшті тератоген болып саналады. Сондықтан жүкті әйелдерге картопты өте сақтықпен жеуге кеңес беріледі. Оның үстіне қыста ұзақ сақталған кезде қабығының қабатын мүмкіндігінше қалың етіп тазалау ұсынылады. Қуырылған картопты, сондай-ақ фри, чипсыларды көп жемеуге тырысыңыз. Бұл өте жоғары калориялы тағамдар ғана емес, олар канцерогендермен қаныққан. Картоп құрамында крахмал көп болғандықтан йод ағзаға мүлде сіңбейді. Сондықтан қалғанша без ауыра бастайды. Аурулар осының негізінде дамиды. Крахмалдың өзі адам ағзасына сіңбейді. Егер де
организмде крахмалдар ассимиляциясына қажетті биологиялық белсенді заттар жеткіліксіз болса, онда ол жиналып асқазанда ыдырап бұзылулар тудыруы мүмкін, капиллярлық торларды бітеп тастауы мүмкін. Сонымен қатар, крахмал мен судың қосылуынан пайда болған глютен 12 елі ішек пен аш ішекті қаптайды. Бұл өз кезегінде дәрумендер мен минералдардың нашар сіңуіне әкеледі. Картоп калория мөлшері жоғары, басқа көкөністерге қарағанда 2-3 есе жоғары. Өйткені картопта көмірсулар көп. Сондықтан артық салмаққа бейім адамдар картопқа тәуелділікті шектеуі керек. Қорытынды: кез келген көкөніс сияқты картоп та көптеген дәрумендер мен минералдар мен микроэлементтер мен талшықтарға бай. Бірақ шын мәнінде көптеген өнімдер сияқты картоптың пайдасы мен зияны осы өнімді сақтауға және дұрыс дайындауға әлдеқайда тәуелді. Және әрине бәрі модерация мен парасаттылықты талап етеді. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, оңаша белгісін басуды ұмытпаңыз.